Естелік кітабы қызық кітап. Оған жалынып жалпайып біреулерді кіргізбек болсаң да кіргізе алмайсың. Ал біреулерді кіргізгің келмесе де кіріп тынады. Солардың бірі Тоқаш Бердияров. Жолдағылардың бірін олай теріп, бірін былай теріп, жоғары шығып барады. Міне, Жұлдыз редакциясының 5-6 қызметкері отыратын кең бөлмесі. Соның қақ ортасына келіп тоқтады. Әбден ішіп алған қып-қызыл көп күрең. Неге екені белгісіз 5-6 сөзді немісше айтты. Олары қазір есімде жоқ. Содан соң оң аяғын тіп-тік көтеріп, сол аяғымен қозғалмай ұзақ тұрды. Мас адам түгіл сау адам құлап кететін қалып. Мұртын әрлі-берлі ойнатып айбат шекті. Жақындап бір үстел үстінде жатқан ұстаран алды. Уысына салып мыжғылады. Алақаны қып-қызыл қан болды. Содан кейін енді не істесем екен деп біраз аңырып тұрды. Тұрды да былш еткізіп еденге түкірді. Тәлтіректемей топ-тура басып шығып кетті. Біреу ойбайлайды, айқайлайды, айнала қарайым, ешкім көрінбейді. Екінші қабатқа жүгіріп шықсам, өз көзіме өзім сенбедім. Сол Тоқаш Ілияс Есенберлиннің оң қолын артына қайырып, жазушылар одағының екінші хатшысын қинаудайын қинап жатыр. Жетіп барып жабыса кеттім. Хатшын аяған ештеңем жоқ. Қаусаған кәрі адамды аяп кеттім. Осы да жетер дегендей, мен араша түскеннен кейін Тоқаң оны оп-оңай қоя берді. Ілияс Есенберлин тез-тез кабинетіне кіріп кетті. Тоқаш маған қабағын түйіп, ара түспейтін адамға ара түсіп нең бар еді деді. Соны айтты да, милиция келіп қалады деді мекен, тайып тұрды. Басқа бір көрініс. Жазушылар одағының екінші қабатындағы фойе. Кімдер екені есімде жоқ, 4-5 адам отырғанбыз. Бір мезгілде Тоқаш көтерілді. Соғыс қашан болар екен деді. Оны қайтесіз, Тоқа дедім мен. Ататын адамдарым бар еді деді ол. Қой, тоқтатпаса болмас мұны. Кез келген замандас, көз көрген қаламдас киіп жарып кіре берсе, естелігім жақын жылдарда біте қоймас. Өзім сінгендердің көбін өңменнен итеріп, жүйеме көшейін. Сонымен әлқисса. Бірі келіп, бірі кетіп жатқан қаптаған кеңесші консультанттардың бәрі бірдей есте қалмапты. Ал Сейітжан Омаров есімде. Шағынғаны бөлмеде қарама-қарсы қойылған 2 үстел басында Секең екеуміз бірнеше жыл бетпе-бет отырып қызметтес болдық. Мұндай оқыпты, мұндай мұқият адамды өмірімде көрген емен. Артық сөзі жоқ. Бірдеңе айтып, бірдеңе сұрап мазаңдалмайды. Не істеп отыр өзі дегендей көз әйнегінің үстінен бір қарап қояды да, алдында жатқан қолжазбаны оқи береді. Ішім пысқанда, оу, құда деп қоям. Көз әйнегінің үстінен бір қарайды да, үн-түнсіз отыра береді. Сәтімжан Санбаев деген орыс тілді жазушы осы Секеңнің қызына үйленген. Қазақы жолмен келгенде ол маған ініспетті. Демек Сейітжан Омаров маған құда есебінде. Маған сол қызық көрінеді. О, құда деп қоятыным сондықтан. Мен құда деген сайын Секең бір жымиып, бірдеңе ішіне бүгіп қалғандай көрінеді. Не құпия, не сыр бар екенін білмеймін. Әйтеуір тегін емесін қатты сезінем. Бір күні түскі тамаққа шығатын уақытта басын көтеріп, Қадыр деді. Осы сен маған құда дейсің үнемі. Ойлап отырсам, сол құданың әлі бір шәйнек шайын ішпеппін. Оу құда, сіз де қызық адам екенсіз. Мына заман сатулы заман. Жолдасың сатулы, досың сатулы, туған туысқан дейміз-ау. Тіпті солардың өзі сатулы. Солармен есеп айырысып, қол тиіңкіремей жатыр. Сіз несіне асығасыз? Сіз құдасыз. Ал құда деген 1000 жылдық. Алдымызда әлі талай ғасыр бар. Шыдай тұрыңыз. Секең баяғы әдетінше тағы да жымиды да қойды. Жымиғаннан қабағын шытқан дұрыс еді. Күніне бір емес, ондаған қалжың айтылады.
оның қайсы бірі есте тұрады, бірақ менің осы әзілім елге тез тарап кетті. Таратқан адам Сейітжан Омаровтың өзі. Жұбан Молдағалиевке айтыпты, ол бір мақаласында мысал қылып алып, газет арқылы бүкіл Қазақстанға жайып жіберді. Тағы да сол кабинет, тағы да сол жұмыс. 1000 жыл дегенің төк емес екен ғой, деді бір күні Секең. Неге олай дедіңіз? Жұмыс деп жүргенде оның да 1-2 жылы өтіп кетіпті. Құдай атты деп ойладым ішімнен. Кешкісін үйге барған соң болған жағдайдың бәрін айтып бердім. Өзіңе де сол керек. Енді не істейміз? Өзің де ақылды әйелсің ғой. Не істеу керек екенін сезіп отырған шығарсың. Енді қонаққа шақырмасқа болмайды. Сол аптаның аяғында Сәтімжанның әке-шешесін қосып, Секеңнің отбасына шай бердік. Жақсы бір отырыс болды. Естелік жазып отырғанымды пайдаланып, бір мақтанайын, өмірі әзілден ұтылып көрмеп едім. Сейітжан Омаров асықпай саспай майдалап отырып, осылай бір сөзден отырғызып кетті. Бір қызығы, сөзден қанша отсам да пайдасын көріп жарытқан жоқ едім. Бір ұтылып, әжептәуір шығындандым.